Так, саламатсыздар ма әріптестер? Қалайсыздар? Мына 3-тоқсанға алдағы уақытта мына ертең 17-сінен бастап күнделік кезетке жалпы КМЖ-ны онлайн жүктеуді жасайтын боласыздар. Яғни КМЖ-ларыңызды электронный форматта күнделік кезетке саласыздар. Ол қалай жүргізіледі? Енді сіздерде егерде 1.90 жоспарлап салу тиімді болса, 1.90-ның жаңағыдай КМЖ-сын күнбе күн мынандай күнін, фамилияларыңызды, жалпы сыныпты жазып толыққанды көрсетулеріңіз керек. Яғни мысалы 10-шы сыныпқа деген сияқты мына 10-шы сынып деп. Так, 10-шы сынып, яғни сыныбын, параллелін деген сияқты жалпы КМЖ-ды көрсетіп сақтайсыздар. Так, сақтайсыздар. Сөйтесіздерді өздеріңіздің белгілі бір файлға сақтап көрсетесіздер. Так, тексті қысқа әрі нақты қылып атауын көрсетсеңіздер дұрыс болар еді. Ондай файлдың сыртқы жаңағыдай несін, мысалы 10-шы сынып информатика немесе инфо деген сияқты, Қазақстан тарих болса тарих деген сияқты қысқаша атаумен салсаңыздар. Немесе осы мына жерде 17-сі 01-22 деп көрсетіп тұрмын. Өйткені 17-сі күнгі болатын сабаққа жеке ғана КМЖ жасап салайын деп жатырмын. Егер де сіздерде 3-тоқсанға толыққанды салатын болсаңыздар, жаңағыдай 10 сыныпқа немесе 8 сыныпқа немесе жаңағыдай 7 сыныпқа деген сияқты салатын болсаңыздар, 7 сынып мысалы химия жаңағыдай 3-тоқсан КМЖ деп осындай сыртқы файл атауын дұрыстап жазып сақтап мына күнделік кезетке жүктесеңіздер. Енді қазір жүктеу қалай жүргізіледі? Так, жалпы сіздерге осылай кірген кезде мектеп бөлімін таңдайсыздар. Так, мектеп бөлімін таңдаған екен, менің мектебім бөліміне өтесіздер. Так, менің мектебім бөліміне өткен екен, сіздерде осы жалпы мұғалімдер бөлмесі, күнтізбе, сыныптар, адамдар, топтар, жалпы файлар ашылады. Так, файларды таңдайсыздар. Мен файлды мына жерде қарасаңыздар, әр файлды мен жеке құрып жасап шықтым. Яғни бастауыш сыныптарға арналған, 1-ші сынып, 2-ші сынып, 3-ші, 4-ші сыныптар. Және де мына жерде орта сынып дедім, 5, 6, 7, 8. Так, жоғары сынып 9, 10, 11. Жалпы. Енді мен файлды жүктеуім керек. Мысалы, мен жаңа 10 сыныпқа дедім. 10 сынып деген КМЖ-сын деген файлды басасыздар. Жүктеу аса бір қиын ештеңесі жоқ. Сосын мына жерде 10-шы сынып дегенді басасыз. Сіз қай сыныпқа жүктейсіз, сол сыныпты басып алыңыздар. Басыңыздар үстінен. Енді файлды жүктеу батырмасын басамыз. Так, файлды жүктеу батырмасын бассаңыздар, мына жерде ашып қарасам, мен 10-шы сынып таңдаған. Енді осы жерде файл таңдау. Файл таңдау. Мен рабочий столға сақтадым. Так, рабочий столға 10 info 17-01-22-сі. Яғни бір күндік КМЖ салайын деп жатырмын. Открыть. Сөйтеміз ағаны жүктеу батырмасын басамыз. Енді мына жерде қарасаңыздар, белгіленген ереже бар. Тек берілген файл типтеріне рұқсат бар дейді. Осы жерден қандай файлдар рұқсат бар екен және жүктеу файлының қанша көлемнен аспау керек екені сіздерге ескертіледі. Жүктеу батырмасын басамыз. Сипаттамасын толық жазып көрсетеміз десеңіздер, жазып көрсетіңіздер, яғни қай сыныпқа, қай күні деген сияқты жағдаяттарын. Так, сақтау батырмасын басамыз. Яғни, міне 10 сынып КМЖ мына түсті. Көрдіңіздер ма? 10 сынып информатика, 10 инфо 17-01-2022. Яғни осылай КМЖ-ларыңызды электронный форматта жүктеп қойыңыздар. Яғни барлығыңызға бұл жер ашық болады.
жүктеп алу мүмкіндіктері де ашық. Яғни осы жерден біздер жалпы қарап қымыжыны онлайн электронный форматта көре алады екенбіз. Яғни сіздерге жекелей егерде толыққанды жасау болмаса, жекелей осылай әр күннің қымыжысын осылай саласыздар. Жеке-жеке. Күнін жазасыздар жеке болса. Ал 90-дық болса, 90-дық деп жазасыздар. Яғни 90-дық деп. Жаңағыдай қымыжын енді ары қарап өздеріңіз жүйелеу жүйесін өздеріңіз білесіздер, өздеріңіз сабақтарыңызға байланысты құрасыздар. Ең бастысы осы жерде бірінші сынып жүктейтін болса қымыжысын, бірінші сынып деген файлды таңдайды. Екінші сынып жүктейтін болса, екінші сынып деген файлды таңдайды. Буманы таңдаймыз, осы жерден өстіп ашамыз. Мысалы, мен қазір 10 сыныпқа жүктедім және 11 сыныпқа жүктеп қойдым. 11 сыныпқа. Егер мына жерде сәл тақырыпты қысқалау қылып жазсаңыздар дұрыс болар еді. Мына жерде қазір информатика деп тұр, бұл 1.90-ға тұр, жеке күнге тұрғаны белгісіз болып қалады екен. Яғни үстінен басып қарауға тура келеді ол үшін. Сол жаңағыдай мынандай қысқа қылсаңыздар, нақты бір күндік болатын болса. Яғни 17 күннің информатика қымыжысы бар екенін көрініп тұрады, яғни анық. Осылай алдағы уақытта барлық қымыжыларыңызды онлайн форматта, яғни осы жүйеде жүктейсіздер. Мектеп, жаңағыдай мектеп, менің мектебім және файлдарды ашқан екен, яғни қай сыныпқа өтесіз, сол сыныптың қымыжысын басып сол жерге қымыжыны жүктейсіздер.